Сәлем, қалайсыздар? Егер сізде Pinduoduo приложениесі бір себептермен дұрыс жасамай тұрса, немесе сізде ескі версиясын жаңа версияға обновление жасау керек болса, видеомды соңына дейін қараңыз, қазір обновление жасайтын боламыз. Ол үшін мына астындағы оң жағындағы менің деген профиль бетіне өтеміз. Мына настройкаға кіреміз. Настройкаға кіргеннен кейін ең астына түсеміз. Осы ең астындағы батырмада осылай қызыл белгі жанып тұрса, Pinduoduoға обновление жасау керек деген сөз. Қазір осы батырманы басамыз. Кірген кезде ең бірінші батырмада осы қызыл белгі жанып тұрады. Астына қарасаңыз, сіздің Pinduoduo приложениесінің версиясын көрсетіп тұрады. Менікі қазір 6.73 деп тұр. Мына бірінші батырманы басамыз. Осылай шығады. Бұл немедленно обновить деген. Мына қызыл батырманы басамыз. Қазір мына настройканы басамыз. Осылай настройкасы шығып, Pinduoduo приложениесі өшіп тұрса, Pinduoduo приложениесін қосамыз. Сосын обновить дегенді басамыз. Открыть дегенді басамыз. Обновление жасалды. Енді қайтадан манағы настройкаға кіреміз. Ең астына түсеміз. Мына астындағы батырманы басамыз. Мінекей обновление жасалды. Мына астына қарасаңыз, енді 6.74 болып өзгерді. Мына 6.73 болып еді версиямыз, енді ең соңғы 6.74 деген версиясына ауысты. Егер де Pinduoduo приложениесі дұрыс жасамай тұрса, осылай обновление жасасаңыз болады. Видео ұнаса маған лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда Pinduoduoның басқа да тегін видео сабақтарын көре аласыздар.